Тіпті сіз бен біз ішетін судың мынадай тылсым құпиялары да денсаулыққа тигізер пайдасы да өте көп. Ал неге мамандар осы суды күніне 2-2,5 литр ішу керек дейді? Неге 1,5 немесе 3 литр емес? Ойланып көрдіңіз бе? Мен бүгін сіздерге судың тәуліктік нормасы туралы айтып беремін. Суды адам салмағына, физикалық белсенділігіне қарай ішу керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл су қажет екенін дәлелдеген. Оны есептеу үшін салмағыңызды 30-ға көбейтесіз. Мысалы, 50 келі адам күніне 1,5 литр су ішу керек. Шай, кофе, түрлі тәтті сусындар несеп айдайтын қасиетке ие. Яғни олар денедегі су жетіспеушілігін одан әрі арттырады. Ең бастысы қарапайым суды ішкен жөн. Егер ұмытып кетем дейтін болсаңыз, телефонға әртүрлі ескертпелер қойсаңыз болады. Мамандардың пікірінше күнді 1 стақан жылы су ішуден бастаған жөн. Жарты сағат бұрын болмаса да тамақтанудан кемінде 15 минут бұрын су ішу бүкіл ағзаны оятуға көмектеседі. Алайда тәуліктік норманы орындау керек деп бірден көп мөлшерде су ішуге болмайды. Ол созылмалы аурулардың өршуіне әкелуі мүмкін. Суды таңертең оянғаннан бастап кешкі 8-ге дейін 2 литр мөлшерде қабылдаған жөн. Себебі жатарда су ішкен болсаңыз, су қуыққа жиналып, түні бойы дәретке шығуға мәжбүрлейді. Судың тәуліктік нормасын орындау артық салмақтан арылуға, қан қысымын түзетуге және де көптеген аурулардың алдын алады. Сонымен қатар суды отырып қана қабылдау қажет. Бұл жерде нені түсіну маңызды? Егер ағзада су жеткіліксіз болса, ол қалған суды өз қалауынша бөле бастайды, бірақ бұл өте зиян. Мысалы, ми гипоксиядан зардап шегуі мүмкін. Өйткені ағзада су жетіспегендіктен қан қоюланып, оттегіні нашар тасымалдай бастайды. Сол себептен жүректің де жұмысы бұзылуы мүмкін. Сондықтан қай жерде жүрсеңіз де тәуліктік норманы орындап, таза су ішіңіз. Су денсаулықтың кепілі.